Кәсіпқой рингтегі 21-ші кездесуінде жеңіспен аяқтаған қазақ боксшысы Қанат Ислам бірер сағат бұрын ақштан елге оралды. Бірақ Қанатты гүлден бұрын қатаң күзет қарсы алды. Алматы әуежайындағы қауіпсіздікті күшейтіп, полицейлердің аяғынан тік тұруына Қанатты күтіп алуға келген халықтың көп жиналуы себеп болған. Кейбір жанкүйерлер тіпті әуежайдың VIP залына арналған шыға берісінде түстен бері күтіп жүрді. Халықтың мұншалықты ықылас пейіліне таң қалған батырдың көзіне еріксіз жас келді. Қанат келді дегенде ести сала ішке ағылған халықтың қалың өпірін полицейлер де тоқтата алмай қалды. Қариялар батасын беріп, жанкүйерлері күлге орап, иығына шапан жауып жатты. Барша қазақ ел атынан аздаған сый-сияпат шапанды қабыл алыңыз. 21-ші кездесуін өте мықты боксшы, колумбиялық боксшыны 6-шы раундта ма, қаншыншы раундта? 6-шы раундта нокаутқа жіберіп, қазақтың абыройын бір көтерді. Қанат, туған елге қош келдің. Рахмет сіздерге. Бұндай тосын сыйды мен ойламаған негізі. Көп рахмет сіздерге. Кәсіпқой рингтегі 21-ші кездесуінде жеңіспен аяқтаған кәсіпқой боксшы бұл жол Америка аймағы чемпион атағын қорғап шықты. Алдағы мақсат әлем чемпион атану дейді. Бірақ кезекті айқасы қашан және кіммен өтетіні әлі белгісіз. Тіпті алдағы жекпе-жектердің бірі Қазақстанда өткізілуі де мүмкін екен. Сонда мүмкін келер жылы өткізерміз. Биыл өткені шетелдерде маған көп ұсыныстар келіп жатыр. Мен өзім ойлаймын, Қазақстанда жай жарыс емес, өзімнің ең үлкен жарысымды осы Қазақстанда өткізгім келеді. Қарабаласқа қарамастан қолтаңба алып суретке түсіп жатқан жанкүйерлерді Қанат Исламның жылдық табатын табысы да қызықтырмай қойған жоқ. Алайда боксшыға тек ендігі айқастардан бастап қана сыйақы төленуі мүмкін екен. Осы күнге дейінгі жекпе-жектерінің дені дәреже көтеру үшін болды деген спортшы. ақшты бағындыруыма көмектесіп жатқан қазір тек отандық меценаттар ғана дейді. 20 кездесудің бәрінде мен шын айтқанда қаржылай ешқандай сыйақы алып көрмедім де, өйткені мен басқалардан ақша алу үшін ол жерде мен жүрген жоқпын да. Мен кім шыққысы келеді, сонымен шығып жатырмын. Ал маған ақша бермесеңдер шықпаймын деп жазсам, мен онда осы күнге дейін мүмкін 5 кездесу өткізу мүмкін еді де. Сол үшін осылай 21 кездесудің барлығына Бауыржан ағамыз ол миллиондаған қаржыларын бөлді де. Мақсат Толықбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.